Сәлем достар, сіздермен Шерзат Мұратович экранда. Бүгінгі тақырыбымыз сіздердің сетевой маркетинге деген көзқарастарыңыз қалай? Қазіргі таңда 95% адамдардың сетевой маркетинге деген көзқарастары негативный. Яғни бұл серьезный бизнес емес деген сияқты. Бұл бизнеспен ештеңе қол жеткізуге болмайды. Бұл бизнеспен біз минусқа кіреміз, или болмаса банкрот боламыз, или болмаса бұл бизнеспен ертең ешқандай болашағымызды біз көре алмаймыз деген адамдардың ойлары өте көп. Иә, мен сіздермен келісемін. Өйткені менде де сондай болған. Мен де дәл солай ойлағанмын. Менің де миымда, ойымда, жүрегімде сондай болды. Бірақ та мен сетевой маркетингмен танысып, сетевой маркетинг системасын ұғып, оның тренингтеріне, оның сабақтарына қатысып, менің өзімнің жоғарыда отырған спонсорларыммен ақылдасып жұмыс істеген кезде, мен сетевой маркетинг қаншалықты маңызды, қаншалықты серьезный, қаншалықты шынымен де бұл бизнеспен істесең результатқа жетуге болатынын мен сол кезде түсіндім. Бұл бизнесті соншалықты жүрекпен қабылдадым, нәтиже болып жатыр. Себебі қазіргі таңда сетевой бизнесқа кірген адамдардың 70% бизнестен кететіні, ол кісілер жүрекпен қабылдамайды бизнесті. Егер де сіз бүгін жүрекпен қабылдамайсыз ба бұл бизнесті, сіздің бизнесіңізде нәтиже болмайды. Мысалы, сіз өз балаңызды жүректен жақсы көресіз ғой. Егер де ол кісі сізге, ол балаңызға мысалы бір кісі келіп жаман сөз айтатын болса, ұрсатын болса, сіздің жаныңыз қосылып шығып кететін сияқты болады ғой. Дәл солай сізде бизнесті солай жүрекпен жақсы көруіңіз керек. Егер де шынымен де бизнестен бір нәтиже шығарамын десеңіз. Сондықтан көз қарастарыңызды мен білмеймін, қалай ойлайсыз бизнес туралы. Мен білмеймін, сіздің ойыңыз дұрыс па, бұрыс па, или болмаса вообще-то сенесіз ба бұған, сенбейсіз ба, мен білмеймін. Бірақ та сетевой бизнес шынымен де адамға ең алдымен мықты білім бере алады. Мысалы, сетевой бизнес келіп тұрып, сетевой бизнесті біраз істеп, ары қарай басқа да бір бизнестер дамытып бара жатқан адамдар өте көп. Не үшін? Өйткені сетевой бизнесті сіз шынымен де өмірдің қиыншылығын түсінесіз. Шынымен де бизнестің уже жолдарын түсіне бастайсыз. Шынымен де. Ол сетевой бизнес сізге соншалықты жолды көрсетеді, соншалықты сізге былайша айтсаңыз, өзіңіздің бағытыңызды ашып береді, қалай жұмыс жасау керек, қалай адамдармен қарым-қатынас жасау керек, қалай былайша айтсаңыз, свободно сөйлеп білуге болады уже, соның бәрін именно сетевой маркетинг үйретеді. Сондықтан сетевой маркетингмен жұмыс жасасаңыз да, жасамасаңыз да, сіз бірақ ешқашан ұтылмайсыз. Бүгін сіз сетевой маркетингге келіп, ертең бір жылдан кейін кеттіңіз ба, бір жылдың ішінде сіз үлкен өзіңізге білім алатын боласыз. Сол білімнің артында ертең бәлкім өміріңіз өзгеріп кетуі мүмкін. Бірақ та сетевой маркетингмен ары қарай да жалғастыратын болсаңыз, 100% жұмысыңыз алға басады. 100% өміріңіз өзгереді. Себебі өмір қашан өзгереді? Егер адам өзін өзгерте алса. Сетевой бизнесте сіз именно өзіңізді өзгерту үшін барыңызды саласыз, күшіңізді, жігеріңізді істетесіз. Сол кезде өзіңіз өзгере бастайсыз. Өзіңіз өзгергеннен кейін міндетті түрде сіздің өміріңіз өзгере бастайды, достар. Көп адамдар өмірін өзгерткісі келеді, бірақ та өздерін өзгерткісі келмейді. Егер де сіз өміріңізді өзгерткіңіз келіп, өзіңіздің жалқауыңызды жеңе алмасаңыз, күнделікті істейтін тірлігіңізді кейінге, ертеңге, арғынге қалдыратын болсаңыз, жауапкершілік сезінбейтін болсаңыз, сіз ешқашан өміріңізді өзгерте алмайсыз, достар. Именно сетевой маркетингде бізде сондай пошагово қадам бірінен кейін бір сабақтар бар, сондай именно өзін қалай өзгерту керек. Адам өзінің үстіне өзі қалай жұмыс жасау керек. Яғни өзін қалай тәрбиелеу керек. Содан кейін команданы қалай үйрету керек. Соның бәрін сіз сетевой маркетингде үйренетін боласыз. Өйткені сетевой маркетингде сондай білім қалыптасқан. Соның артында қазіргі таңда миллиондаған адамдар жер бетінде ол сетевой маркетингдің артында өмірлерін 360 градусқа өзгертіп жатқаны. Мен сетевой маркетинг жақсы, басқа бизнес жаман деп сетевойды ақтайын деп жатқан жоқпын. Әр адамның өзінің таңдаған бағыты бар. Пожалуйста, достар, қай бағытты таңдасаңыздар да сіздерге сәттілік. Қай бағытта жұмыс жасасаңыздар да бір нәтижеге қол жеткізіңіздер. Бірақ та сол нәтижеге қол жеткізу үшін адам өзін өзгерту керек, міндетті түрде. Мен айтпаймын, что өзіңіз бағытыңызда тек қана номер 1 болыңыз деп. Номер 1 болып, ақшаны көп табу. Мақсат ақшаны көп табуда емес. Мақсат үлкен білім алуда. Осы біліміңіз сізді жылдан жылға табыскер етеді. Жылдан жылға.
Егерде қазір мен сіздің қолыңызға миллион беретін болсам, ол миллионды сіз қалай көбейту керек, қалай ұстау керек, қалай сақтау керек, қалай жұмсау керек, сіз оны мүлдем білмейсіз. Бірден жоғалтасыз ол ақшаны. И ол миллионды қайта таба алмайсыз. Көрдіңіз ғой, егерде сіз миллионға өзінің күшімен, өзінің біліммен жеткен адамдан ертең миллион тартып алып қоятын болсаңыз да, ертең 1 жыл, 2 жылдан кейін ол қайта миллионер бола алады. Себебі ода үлкен білім бар. Себебі ода үлкен дисциплина, тәртіп бар. Себебі ода лидерлік качество бар. Көрдіңіз ба? Соның артында ол адам обязательно нәтижеге қол жеткізеді. Ал сетевой маркетинг именно сізді сондай дәрежеге жеткізуге көмек береді, достар. Сондықтан сетевой маркетингке көз қарастарыңызды қалай жасасаңыздар да, жақсы жасасаңыздар да, жаман жасасаңыздар да, ол өздеріңіздің шешімдеріңіз, сіздер дұрыссыздар. Сіздердің таңдаған шешімдеріңіз дұрыс, өйткені ол сіздердің шешімдеріңіз. Вот. Сондықтан мен өзім қазіргі таңда қаншама адамдарды үйретіп, мысалы қаншама адамдар ол сетевой маркетингді қаншалықты маңызды бизнес екенін, қаншалықты табысты бизнес екенін түсіндірген кезде адамдар просто так бұл бизнесті шын жүрекпен қабылдап жатыр. Шын жүрекпен қабылдады ма, бұл бизнес міндетті түрде жүретін болады. Вот. Сондықтан сетевой бизнес бұл өтірік, сетевой бизнес бұл пирамида, сетевой бизнес бұл серьезный бизнес емес деген адамдарға айтарым, достар, шешім қабылдауға асықпаңыздар. Бұл нәрсені, бұл бизнесті болмайды деп бірден айта салуға болмайды. Өйткені сіз бұл бизнесті мүлдем әлі қыр-сырын ұғып көрген жоқсыз, қыр-сырын үйреніп көрген жоқсыз. Сондықтан бұл бизнестің бәлкім пайдалы жағын көрмей жатқан шығарсыз. Любой бизнесте, любой бағытта адам жетістікке жетемін десе, ол тек қана өзінің қолында. Тек қана сіздер сетевой бизнес деп финансовый пирамидамен шатастырып, ол системаға кіріп қалсаңыздар, ол кезде сетевой бизнес кінәлі емес, ол финансовый пирамида компания кінәлі болады. И өзіңіз кінәлі боласыз. Егерде сетевой маркетингге келіп, ол жерде мықты система, мықты білім, мықты спонсор, мықты нелер бәрі дайын болатын болса, бірақ та сіз жұмыс істеп результатқа шыға алмайтын болсаңыз, ол кезде тек қана өзіңіз кінәлісіз. Сондықтан сетевой маркетинг бұл қазіргі таңдың 21 ғасырдың өте керемет бизнесі. Яғни қазір білесіздер, сетевой маркетинг 21 ғасырда технологиясы өзгеріп, системасы өзгеріп бара жатыр. Именно біз қалай бизнесті жүргіземіз, қалай қазір таңда адамдарды бизнеске қосу керек, ол үшін не істеу керек, бәрі технологиялар жаңарып бара жатыр. Себебі интернет пайда болған бізде. Сол интернеттің артында қазір қаншама адам сетевой бизнестің бағытын өзгертіп, жаңа технологиялармен керемет результаттарға жетіп жатыр. Егерде сізде может бәлкім ескі методпен, ескі системамен жұмыс жасап жатқан болсаңыз, бәлкім жұмыстарыңыз алға баспай жатқан болса, значит, уақыт келді системаны өзгертетін. Значит, жаңа методқа өтетін уақыт келді, достар. Жаңа методқа өтіңіздер, істеңіздер. Новичоктар, жаңадан сетевой маркетингді ойлап жүргендер, кірсем ба, кірмесем ба, істесем ба, істемесем ба деп ойлап жүрген адамдар, шешімдерді тездек қабылдаңыздар. Қазіргі жаңа технологиялар именно сіздің системаңызда, сіздің бизнесіңізді дүркіретуге өте үлкен көмегін береді. Сіздермен Шерзат Мұратович болды. Қандай да сұрақтарыңыз болса, личкаға жазуларыңызға болады. Сау болыңыздар.